1990 жылдар Қазақстан жұлдызы әлі түзуге үлгермеген. Аспан асты қараңғы, бірақ еріккен жел өзгерістің исін алып келген шақ. Ескі әлем қирап, жаңа заңдар әлі жазылмаған кезең. Дәл осы ретсіздіктің, батылдық пен қауіптің арасында жұрттың аузында жүрген бір есім пайда болды. Баха фестиваль. Ол кім? Ауған соғысының ардагері ме, әлдің жаны ма, әлде жағдай тапқыр ма? Кейбіреулер оны қарақшы десе, енді біреулер әділ төреші дейді. Бүгінде ол туралы миф пен шындық араласып кеткен. Біздің басты кейіпкеріміз Бақыткелді Баясов. Оның өмірі бір күнде батырға да, күнәһарға да айналуға болатын қасіретті ғасырдың айнасы. Бүгін біз сол айнаға үңіліп, хронологияның бастан аяқ қарастырамыз. Міне, шынайы оқиға емес, бірақ ешбір аңыз жоқтан шықпайтыны анық. Мың 1990 жылдардың басы Қазақстан үшін өтпелі, тұрақсыз кезең болды. Осы уақытта ел ішінде аты жиі аталған тұлғалардың бірі Баха фестиваль, лақап атымен белгілі Бақыткелді Баясов еді. Оның есімі сол кезеңдегі түрлі оқиғалармен, аңыздармен және қарама-қайшы пікірлермен байланысты айтылады. Бақыткелді Баясов 1963 жылы Алматы облысы, қазіргі Райымбек ауданы, Қарасыз ауылында дүниеге келген. Бұл жер қазақтың ұлы ақыны Мұқағали Мақатаев туған өңір ретінде белгілі. Ол Райымбек батырдың ұрпағы ретінде айтылады. Балалық шағында отбасы Қарасыздан көшіп, еңбекші Қазақ ауданына қоныс аударады. Бала Бақыткелді Сөгеті ауылында өсіп, алғашқы білімін сол жерде алды. Кейін Шелек ауылында оқуын жалғастырды. Мектепте ол өте зерек оқушы болған, әсіресе математика мен физикаға қызушылығы жоғары еді. Осы қабілетінің арқасында ол Алматыдағы Жәутіков атындағы физика-математика мектебіне қабылданды. Кейін ол спортқа да бейім болып, спорттық мектепке ауысады. 17 жасында мектепті аяқтап, Рысқұлов атындағы экономикалық университетке оқуға түседі. Бірінші курста оқып жүрген кезінде Бақыткелді әскер қатарына шақырылып, Ауғанстанға жіберілді. 1981 жылы ол ауған соғысына қатысқан алғашқы шақырылым сарбаздардың қатарында болды. Бұл кезең оның мінезі мен өмірлік көзқарасына үлкен әсер еткені айтылады. Әскерден кейін ол оқуын жалғастырды, бірақ толық аяқтай алмады. Сол уақыттарда баспаханада жұмыс істеп көрді. Кейін Кеңес одағы құлап, елде тұрақсыздық кезеңі басталды. Осы кезеңде оның есімі қоғамдық ортада жиі айтыла бастайды. Кейін деректер мен әңгімелерде Бақыткелді өз ортасында беделді, ықпалы тұлға ретінде сипатталады. Ол кейбір дауыл жағдайларда ағайын болып, түрлі топтар арасындағы келіспеушіліктерді шешкенін айтады. Сол кездегі оқиғалардың ішінде оның Усть-Каменогорск аймағында болған этикалық дауларға араласқан туралы да әңгімелер бар. Сонымен қатар, әртүрлі өңірден келген адамдармен келіссөз жүргізген жағдайлары да айтылады. Оның ағасы Амангелді Баясов берген сұхбаттарында Бақыткелдіні өз дәуірінің өз орнын тапқан тұлғасы ретінде сипаттайды. Кей адамдар оны әділдік орнатуға тырысқан адам ретінде бағаласа, кейбір деректерде оның аты сол кездегі криминалдық орта оқиғаларымен де байланыстырып айтылады. Айтулары бойынша, ол кей адамдарға көмектесіп, әлеуметтік мәселелерге араласқан. Сол кездегі тұрақсыздық жағдайында ол түрлі топтар арасындағы дауларды шешуге қатысқан делінеді. Бақыткелді Баясов 1993 жылы 7 қазанда Алматы қаласында ауыр жарақаттан қайтыс болады. Ол 11 қазанда өзінің 30 жасқа толған күні жерленеді.
Ол өмірінің соңына дейін мешіт салу туралы ойын айтқан. Алмарасан бағытына жер сатып алғаны айтылады. Ол қайтыс болғаннан кейін оның туыстары мен жақындары бұл арманды жүзеге асырып, Райымбек ауданында Бақыткелді Қаматайұлы атындағы мешіт салады. Бүгінде бұл мешіт рухани орталық ретінде жұмыс істеп тұр. Бақыткелді Баясов бейбіт күннің көкжиегін көре алмай, жалғыз оттың жалынындай лаулап өтті. Ол 1993 жылдың күзі көшедегі шу басылмай тұрған, бірақ оның жүрегі мәңгіге тоқтаған кезде Алматы тағы да бір сырды мұрағатқа тапсырды. Ол мешіт салуды армандады. Оның денесі топыраққа тапсырылған соң, туыстары сол арманды оятып, Райымбек ауданының аспанына мұнара көтереді. Бүгінде сол мешітте жамағат намаз оқып, жанына тыныштық іздейді. Ал Баха фестиваль атауы көшедегі там-тұмда сөз болып, ауыздан ауызға көшкен аңыз күйде қалды. Ол жақсы ма, жаман ба, әркім өз жауабын өзі тапсын. Бірақ бір нәрсе анық, оның есімі осы заманның ауыр салмағы, кімдердің иығына түскенін куәсі. Бақыткелді демалыңыз, тыныш болсын. Ал біздің хикаят осымен аяқталды. Келесі деректі зерттеуге дейін сау болыңыз. Достар, осындай оқиғалар сіздерді қызықтыратын болса, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.